Кәпірлер туралы баян беріп, Алла тағала хикаят қылып, тақлид соқыр еруді Алла тағала қайтарған негізінде. Адам сауаты болу. Инна ваджадна абаана аля умматин ва ана аля атарихим мухтадун. Біз әкелерімізді, бабаларымызды осы бір жолда, бір ұстанымда тапқан едік. Олай болса, мен солардың ізіменен жүре беремін деу дейді. Бұл Құдай жақсы көріп айтып атқан жоқ. Сондықтан анау жаңағы тақлид жасап жүр ғой, мұқаллид олар. Олар ешқандай мүштахид хадиспен жүріп атқан жоқ олар, бауырларым. Мұқаллидтер. Мұқаллид деген сөз өздеріне айтып берген сөзді ғана айтып жүр. Сол бауырларымыз айтады, матуридилер Құдайды барлық жерде деген. Оқығаны бар, тоқығаны бар, соларға еріп жүргендер бар. Бәрі Матуридиға жала жауып атырды. Ал имам Матуриди рахимахулла, оған ерген ғұламалар өзінің китабы Таухидында айтады, Құдайды барлық жерде деу жахмидтардың ұстанымы дейді. Олар ол сөзді қайдан алды? Анау шиқсымақтар айтты да, бітті, олардың сөзі заң. Сондықтан олар мұқаллид. Ананың сөз себепті Матуридиға жала жауып атады ашықтан ашық. Себебі Матуридидің айтпаған сөзін айтып атыр. Имам Матуриди оны айтпаған. Олар өздерінің тұжырымдамалар. Міне мұқаллид деген сол. Біздің шейхтарымыз Матуридиді барлық жерде деп айтады дейді, біз соны айтамыз дейді, бітті. Сен ешқандай да хадиспен, Құранмен жүріп атқан жоқсың. Сен ана өздерінің шейх шымақтарының фәтуаларымен жүріп атсыңдар. Міне мәселе қайда жатыр. Осыны түсінбейді олар. Ең болмаса осыны түсінсе ғой. Әй, сен қайдан алып атсың? Ұстазыма айналайын, сен Матуридиді барлық жерде деп айтып атсыздар. Ал енді сол Матуридиді уақыздап, насихаттап жүрген ұстаздар, Матуриди китабы Таухидында Құдайды еш барлық жерде деп айту, жахмидтардың ұстанымы біздің ұстанымыз емес деп айтып жатыр. Біз не дейміз сонда? Біз осы сөзімізбен Матуридиға жала жауып жатқан жоқпыз ба деп неге сұрамайды? Анау ұстаздарынан барып, әй, біз Матуриди барлық жерде деп айтады деп бізге үйретіп атсыңдар. Ал олар болса олай айтпаймыз деп жатыр. Ал енді сол айтасыңдар деп көздерін шықып барып көрсететін, бізге дәлелді көрсетіңдерші, апарып көрсетейік міне. Матуриди насихаттаушылар, сендер неге Матуриди барлық жерде деп айтпайды деп атсыңдар? Міне кітаптарында тұр ғой деп не көрсетпейді? Міне надандық соқыр. Аналардың сөзі бітті заң. Құран сүннет болып қалғанда. Ең болмаса естіп атыр, уағыздарда бағу айтады ғой. Бауырым, тұра тұршы, ұстаз. Мен ұстазым айтқан. Ол мына кітапта келген деп айтсын да? Ойбай айтады, Матуриди барлық жерде деген дейді. Енді мешітке барғанда олардың уағызын тыңдама, шубха кетеді. Қандай шубха кетеді? Өтіріктер ашылып қалады олардың. Сол үшін жамағаттарын, шәкірттерін біздердің дәрістерімізді тыңдаудан қайтаратын сол олардың. Оқтамы болсын, назратулласы болсын, дарыны болсын, дидар болсын дейді, тыңдамандар дейді, бидғатшықтарды. Шубха кіріп кетеді дейді. Шубха деген жатқаны өтіріктері шығып қалайын деп тұр. Сол үшін олар дәріске жібермейді. Сендер Матуриди барлық жерде деп айттыңдар ғой. Біздің ұстаздарымыз, ана мешітте ұстаздар, имамдар айтып жатыр, олай демейміз деп. Біз қайдан алдық сонда о сөзді? Мүмкін ана көшедегі бір бомжды сөйлеткен шығар, ақша берем, сен Матуридисің ғой, иә Матуридимін деп айт, сосын Матуриди барлық жерде деп айтсаң болды деп, соны айтып жүрген шығар. Ойбай, бір Матуриди бар, сол Матуриди Құдайды барлық жерде деп атыр деп. Может, ақша беріп ол Матуридиді сөйлеткен шығар. Білейік та, біз анықтайық та. Мені жетектеп алып келсін, мені мына Матуриди Құдайды барлық жерде айтамыз деп жатқан. Может, ол Матуридидің иісі де бармайтын шығар, оның мұрнының иісі бармайтын шығар. Матуридидің кім екенін білмейтін жамағат бар. Әйтеуір діни басқарма Матуридиміз деп, Ханафиміз деп қой, Абу Ханифаны білмейтін адамдар бар. Ал енді сен олай жала жаппауың керексің ғой. Может, біреуге қару тіреп айтқан шығарсың, сен Матуридимін, мен Матуридимін. Барлық жерде деп айтасың, я барлық жерде деп айтамын. Болды, факті бар. Міне, көрдің бе, Матуриди барлық жерде деп айтады. Бұл дәлел бола ма? Болмайды ғой. Мен қазір сол бір бауырлардың біреуін ұстап алып жаңағы, қорқытып соған айттырсақ жаңағы. Олардың айтпаған нәрсесін. Бола ма, болмай ма? Болмайды ғой ондай. Сол үшін міне олар дәрістен тият өздерінің шәкірттері. Бидғатшықтар тыңдама дейді, имамдар бидғатшықтар дейді. Неге? Өздерінің бет пердесі ашылып қалайын деп тұр. Бет пердесі ашылып қалады. Әйтпесе келмей мына кітапты көтеріп.
Ойбай, ана ұстаздарына барып айтады екен, ұстаз шәкірттерімен жаңағы бір адамдармен жолығып жаңағы барып, сосын айтты, сен айналайын дедім, мен сенімен сөйлесе алмаймын, сен терминдарды түсінбейсің, сен ұстазыңды алып кеш, сонымен сөйлесейік, сен тыңдап отыр, сен арабша мен қалай түсінемін, қазір арабша айтсам мүмкін күмәнданасың, тағы сен өтірік айтып отырма деп. Десем айтады, о кісіге мен талай айтқам дейді, келмейді. Неге келмейді десем, халықты туралаумен жұмыс істеп жатыр ол кісілер дейді, қол тимейді дейді, сіздермен бір алысып отыруға дейді. Сөйтеді екен, шәкірттері айтады, қоя бер дейді, мен ол имам, Алла разы болсын, ол имам жұмысын істеп жатыр, ол имаммен мен алысып, онымен уақытымды жоғалтып, нервімді жоғалтып, нәтиже бермейтін, ол таласпен уақытымды қажетім келіп, одан Құран оқығаным жақсы, одан кейін ана көшеде бір жүрген адамдарға дағуатын жасай бергенім жақсы дейді екен да. Соған аналар сенеді екен. Сен бұл жерде Құран айтып тұрасың, аят айтып тұрасың, хадис айтып тұрасың, сенбейді да. Міне тақлид деген сол. Оларда Құдай көз берді, көрмейді көздерімен. Оларға еріп жүргендер. Жүрек берді, ол жүректерімен түсінбейді. Құлақ берді, ол құлақтармен ести алмайды. Сондықтан айтады, Құранда Алла айтады, олардың жүректері бар, естімейді, көздері бар, көрмейді, құлақтары бар, естімейді дейді. Міне. Ал енді содан кейін келіп, бізді масқап ұстанушылар дейді. Алхамдулилля. Миллиард мәрте Аллаға шүкір бізді Абу Ханифаның соңына ертірген үшін. Жаңағыдайлардың соңына ердіріп қоймағанына Құдайға мыңда бір шүкір да. Міне соны айтып жатыр. Бәл нәттәбиғу мә уажадна алейхи абан. Тіпті олар, Алла тағала оларды сөгіп айтып жатыр. Оларға бір нәрсесін, біз әкелерімізді осы жолда тапқанбыз, осылай істейміз, бітті. وَكَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى وُجُودُ النَّظَرِ وَالتَّفَكُّرِ وَذَمِّ التَّقْلِيدِ. Міне бұл жерде ой жүгірту, ақыл жүгіртуді Алла тағала көркем етіп көрсетіп, соқыр сенімді жаман етіп көрсеткен. Мен айтып отырмын, қарапайым мысалда мен тыңдамай қой. Бірақ сен естіп жатсың ғой, имамдар, матрудиларны Құдайды барлық жерде деп айтпаймыз біз. Неге сен соны, біз неге солай деп айтамыз, ұстаз, сіз айтыңызшы бізге деп. Неге ана ұстаздарына бармайды? Неге ана ділмұраттарына телефон соқпайды? Біз сіздерден естіп жатырмыз, осы матруде барлық жерде деп айтасыз. Ақайсы олар айтпаймыз деп жатыр. Әлде олар өз сөздерінен қашып жатыр ма? Әлде шынымен олар айтқан жоқ па? Ал егер біз барлық жерде деп айтты, солар айтты деп айтып жатқан болсақ, егер біз дәлел келтірмесе жала болып қалмай ма? Әлде бізде қандай дәлел бар? Сіздер айтсаңыздаршы. Мен сонақ бір намазда барып, мен ақ айтайын соларға. Имам, сен не бізге жала жауап бересің? Ақайсы мына кітаптарында тұр екен ғой, Құдайды барлық жерде деген. Деп айтпай ма бізге кеп? Біз адамбыз. Сен де Құдай адам қылып жаратты ғой. Мысалы бір жерге бет барып, машина паркоп қойын деп жатсаң, қоюға болмайды дейді ғой. Ойбай деп кетіп қалмайсың ғой. Есікті ашпайсың, неге? Мен уақытша кіріп шығадым, бір 5 минутқа қоюға болмай ма? Жарайды, 5 минут болса қойыңыз, бірақ одан артыққа қоймаңыз, қазір келетін кісі бар деп түсіндіреді ғой. Болады ғой ондай жағдай. Жоқ, көрдіңіздер ме? Міне Алла тағала Құран-ы Кәрімде пайғамбарлардың мысалдары келтірілді. Қаншама мысалдар келтірілді. Пайғамбарлардың. Қазір мына жерде имамдардың мысалы келеді. Алланың барлығын бірлігін көрсеткен. Мысалдар ой келтірген. Акебап ақылы мысал, ойбай сенің философияңды айтпа. Сол нәрсені философия деп саған кім айтты, айналайын бауырым? Просто мен айт, сендер Құдай түннің 3/1 бөлігінде аспан әлеміне түседі, аршы босайды. Аршыдан түседі деп айтты, аршы босайды. Сондай сөз тауып беріңізші бізге. Абу Ханифадан бастап, сахабалардан, Құраннан бастайық, хадистен бастасын. Ғалам сахабалардың, табиғиндардың, табиғиндардың, имам Тахауиге келіп тірелсін. Сөз тауып берсінші. Түннің 3/1 бөлігінде Раббыларың аршыдан затымен түседі, сол затымен түскен кезде аршысы босайды. Сөз тауып берсінші, барып айтыңыздаршы. Сендер анау затымен аршының үстінде дейді екенсіңдер, түннің 3/1 бөлігі болғанда сол затымен түседі екен дейсіңдер. Сол не дәлел бар? Пайғамбар аршыдан түседі, аршы босайды деген жоқ. Раббыларың түннің 3/1 янзилу деді. Яғни аударып берсең түседі деген. Мағынасы не Алла біледі деді, біздің ғалымдар айтты. Ал енді тәуил жасақ, имам Малик айтты, рахметі түседі деді. Яғни қабыл ету деген. Мысалы қазақтың тілімен айтса айтады, Басекең әкім рахметі түсіп екен, бүгін кіріп алсаң болады дейді ғой.